Жоғары аудиторлық палатаның жалпы осы фармацевтика саласындағы есебі бұл саладағы жүйелі кемшіліктің бар екендігін көрсетті. Жоғары аудиторлық палатаға мен депутаттық корпус атынан да бағана да айттық, ризашылығымызды білдіреміз. Өйткені есеп сондай ашық деңгейде және тұжырымдардан бөлек ұсыныстарда нақты көрсетіліп отыр. Ең үлкен мәселе әрине бүгін 3 сағаттан астам талқыланды. Ол жерде ұсыныс та айтылды. Ең негізгі мәселе бұл жерде ашықтықты қамтамасыз ету және ескірген ережелерді, ескірген хаттамаларды қайта қарау, СК фармациясының жалпы жұмысын толыққанды реформалау. Оның ішінде бүгінгі таңда СК фармацияда логистика жолға қойылмаған, сонымен қатар ортадағы делдалдар арқылы сатып алу көрініс тапқан. Яғни ең әлемдегі соңғы үлгідегі кәдімгі танылған дәрілерді алу, сол дәрілерді сол заводтарға тікелей келісім шарт арқылы алу. Яғни сол арқылы көп қаржыны үнемдеуге болатындығы айқындалып отыр. Сонымен қатар әлемде қазір үздік деп танылған дәрі-дәрмек бар. Бірақ сол дәрі-дәрмектің өзіне біздің азаматтарымыз ақылы негізде қол жеткізе алмайды. Осындай дәрі-дәрмектерді көре отырып, оның кәдімгі тиімділігін ғылыми тұрғыда сапасына байланысты тиімділігі нақтыланатын болса, онда үнемі соларды бірінші кезекте қолжетімділігін арттыру қажет деп ойлаймын. Мен енді өз тарапынан шекті бағадағы кемшіліктерге тоқталдым. Өйткені 85% жаңартылмаған. 2022-2024 жылдар аралығында 98 атауы бар дәрі-дәрмек сатып алынбаған. Өйткені ол жердегі баға, шын айту керек, нарықтағы бағаға ешқандай сәйкес келмейді. Ал өткізілген тендерлар өткізілмеді деп танылған. Өйткені бағаға қайтадан сәйкес келмейді. Сәйкесінше 45.117 пациент сол дәрі-дәрмексіз қалған. Бұл біздің бір шетінен ұлттық қауіпсіздігіміз, екінші шетінен халықтың денсаулығы мен әл-ауқаты. Сондықтан осындай жүйелі кемшіліктерге байланысты ұсыныстар айтылды. Бірінші ашықтық, екінші фарм контрольді күшейту, үшінші жалпы халықтың қоғамдық бақылауын күшейту, төртінші мынау дәрі-дәрмекті тіркеуден басып сатып алуға дейінгі процестің барлығын цифрландыру, сол арқылы жалпы мынау логистика, бағаның реттілігі бойынша ашықтықты қамтамасыз ету. Бүгін берілген ұсыныстардың бірі қосымша бағаны 30%-дан асырмау. Бізде қазір баға қанша пайызға асып кеткен? Енді әрғалай ол жерде есепте көрсетті ғой, 70%-ға дейінгі кейбір препараттарға бар. Мысалы, Ресейде дәріханасындағы, мысалы, дәл біздегі күнделікті тұмау кезінде алатын дәрілердің өзі 2-3 есеге дейін өте қатты қымбат. Бұл нені көрсетеді? Бұл бізде бағаға байланысты, бағаны сатып алып, оны аптекаға алып барғанға дейінгі аралықта бақылау жоқ екендігін көрсетіп отыр. Соған 30% деп нақты көрсетіп отырғандығымыз бағаның қымбаттамауына, яғни халықтың қалтасына жаңағыдай не болмас, салмақ түсірмес үшін нақты осындай шекті 30% деп белгілеп отыр. Бүгін бұны бірнеше депутаттар айтты, және ол депутаттар пенициллиннен бастап өзіміздің күнделікті тұмаудағы дәрі-дәрмектің Қырғызстанда қанша болатындығы, Қазақстанда қанша, Ресейде қанша, сол бағаның бәрін салыстырған кезде 30%-дан асырмау деп нақты айтып отыр. Менің ойымша осыны негізге алып 30%-дан асырмау қажет. Арасындағы ең қымбаты бізде. Жалпы мына бүгінгі мәжілістің отырысында тағы да медицина саласындағы ғылыми зерттеулерге бөлінетін қаржы мәселесі де көтерілді. Қазір бағанағы аудит нәтижесінің, тексерістің нәтижесі бойынша жалпы депутаттар да айтып отыр, елімізде Казвактан басқа ешқандай айтарлықтай жаңалық жоқ дейді. Соңғы жылдары 58 миллиард теңге бөлініпті ғылыми зерттеулерге. Қайда кетіп отыр ол ақша? Енді негізі соңғы 10 жылда Казвактан басқа кәдімгі осы салада, фармацевтика саласында ашылу болмаған. Соңғы 3 жылда йод және калий йодиді деген ашылу болған. Бірақ оған да қыруар қаражат жұмсалған. Негізі мемлекет басшысының нақты тапсырмасы бар. Осы фармацевтика саласында ғылыми өндіріске негіздей отырып, саланың 50%-дан астамын осы Қазақстанның өнімін енгізу. Бүгінгі таңда салада осы шприц секілді тек қана медициналық бұйымдарды әзірлеумен ғана шектеліп отырғандығы енді есепте де айтылып жатыр. Сондықтан да бұл жерде ең біріншісі ғылыми зерттеулерге ден қоя отырып, оны өндіріске енгізу.
өзіңіз білесіз, соңғы 2-3 жылда бізде ғылым, технологиялық саясат, ғылымды өндіріске енгізуге байланысты мемлекет басшысы, мемлекет тарапынан көптеген ғалымдарымызға қолдау көрсетіліп келеді. Бірақ медицина саласында жалпы енді бұны ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесе отырып, бұл нәрсені жүйелі жолға қоюымыз қажет деп санаймыз. Өйткені бізде қазір 80%-дан астам шетелдік нарыққа тәуелділік көрініп отыр. Тіпті Қазақстанның өзінде, ғылымды дамытқанның өзінде де әрине міндетті түрде сапаға көңіл бөлу қажет болады. Оның ғылыми шынтуайтында ғылыми маңыздылығына көңіл бөлу қажет болады. Бірақ дегенмен біз 80% шетелдің нарығына тәуелді болып отыра алмаймыз. Біздің өзімізде де кәдімгі ғалымдарымызды, ғылыми потенциалды өсіру қажет деп санаймын. Жақсы, мына бүгінгі отырыста депутаттардың бірі бұл ұлттық қауіпсіздікке жалпы өте қауіпті дүние екенін тілге тиек етті. Бұл жаңағы мына дәрі-дәрмектерді жеткізіп отыратын компанияның монополист болғанының себебі деп ойлайсыз ба? Бұл енді әлемдік деңгейде де жалпы ұлттық қауіпсіздік, сонымен қатар халықтың әл-ауқаты мәселесі. Мысалы, бұл индустрия жиі дамып жатыр ғой, өте қатты дамып жатыр. Егер қандай да бір созылмалы, немесе үлкен сондай ауру пайда болып жатса, оны жазудың бірден бір жолы бұл медициналық индустриядағы дамыған фармацевтикалық соңғы дәрілерді қолдану. Соған қолжетімділікті арттыру қажет. Ол біріншіден қолжетімді болу керек логистикалық тұрғысынан, екіншіден ол кәдімгі адамның қалтасы көтеретіндей жағдайда болу қажет. Бүгінгі таңда бізде сол жағдай қолжетімді болған күннің өзінде де, ақылы болғанның өзінде де қолжетімді болмайды. Неге? Өйткені бізде хаттама бар, бізде өте шамадан тыс бюрократия бар. Кез келген дәріні Қазақстанның фармацевтикалық нарығына алып келу үшін, оның хаттамадан өтуі, тіркелуі, ол ұзақ процесстер. Мысалы, жаңа айтып жатты ғой, 1100-ден астам хаттама, сол хаттаманың 80%-дан астамы мүлдем жаңартылмаған. Яғни ол жердегі қолданылатын дәрі-дәрмек ескірген деген сөз. Енді ескірген дәрілер міндетті түрде сол хаттамадан алынып тастау керек қой. Сол жердегі жаңартылған дәрі-дәрмек хаттамаға енгізу керек қой. Міне осы жолда біз бюрократияның, сонымен қатар ережелердің ескіргендігін көріп тұрмыз. Және жалпы осы саладағы компанияның салғырттығын көріп тұрмыз. Ал түбінде бұл біздің азаматтарымыздың өзіне тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеді мемлекет. Сол дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі кемшіліктерді көріп жатырмыз. Яғни мерзімі өтуге 1-2 күн қалған кезде алуы, немесе оның сапалы болмауы, соның барлығы бұл түптеп келгенде әрине қауіпсіздік мәселесі. Жақсы, Жұлдыз Досбергенқызы, өкінішке орай енді эфиріміздің уақыты шектеулі. Келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге.